Шұғыл ақпарат. Қазақстанда қандай жолдар жабылды? Сәлеметсіз бе? Қазақстандағы соңғы ресми жаңалықтарды бірінші болып білу үшін лайк түймесін басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Ақмола, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Қостанай, Қызылорда және Солтүстік Қазақстан облыстарында қалың қар жауып, боран соғып, жол көрінісінің шектелуіне байланысты республикалық маңызы бар тас жолдарда көлік қозғалысы жабылды, деп хабарлады Қазавтожол акционерлік қоғамы баспасөз қызметі. Ақмола облысында Қостанай, Әулиекөл, Сұрған тас жолында Қостанай облысының шекарасынан Сұрған ауылына дейін көліктің барлық түрі үшін қозғалыс шектелді. Ауа райының нашарлауына байланысты жол қызметтері барлық ауданда күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Мысалы, 31 желтоқсаннан бері көктайғаққа қарсы 2000 текше метрге жуық материал пайдаланылды, деп атап өтті Қазавтожол мекемесіндегілер.